Хаққа жазылған хат. Қойылым өмірде болған оқиға негізінде жазылды. Бітті. Бәрі де бітті. Шіркін. Ең соңғы рет туған жердің әсем табиғатын бір көріп келсем екен. Жоқ. Бұл жолы мені табиғаттың сұлулығы да ештеңе тоқтата алмайды. Иә. Тағдырдың тауқыметін тартып, көзінен жасы құрғамай келген қаншама жандардың жанына медет болар сөз айтып, емдеп жүрген дардай Теңізбай деген атым бар. Атақты психолог мен едім. Бүгінде менің де жаным ұйыққа батып, тығырыққа тірелді. Ей, бұл өмірде мені түсінетін кім бар екен, а? Ешкім де түсіне алмайды. Е, мынау азаптан құтылудың бір-ақ жолы бар. Ол өлім. Е, галстук пен медаль түспеген мынау мойныма қыларғанды бір-ақ салам. Міне, осылай барлығынан құтылам. Соншама күйінетіндей не болды дейсіздер ғой? Мұңдасым да, сырласым да кемірмен. Одан айырылдым. Ал балаларым бет-бетімен кетті. Немерелерімді құшарлана сүюдің өзі арман ғой. Дәл қазір бір көруге зармын. Сонда мен не үшін өмір сүрем? Кім үшін өмір сүрмекпін? Қазір менің ешкімім жоқ. Анау телефон құрғырдың да үні шықпағалы қашан. Есіктің қоңырауын айтпай-ақ та қояйын. Міне. Я мен профессормын. Психология ғылымдарының докторымын. Барлығын өзім ойланып, өзім мынау санаммен ойланып, өзім шешіп тұрмын. Сондықтан да бұл шешімді өзім қабылдадым. Еш өкінішім жоқ. Ең соңғы рет хат жазып қалдырсам екен. Профессор Пірәлиевтің ең соңғы хаты. Бірақ оны кімге қалдырамайдыңдар? Не досым жоқ. Балаларым ба? Ай, балаларым.
менің өлігімді көрсе де бүлкетпейді ау. Мен одан да бүкіл адам қорқатын Құдайдың өзіне хат жазам. Егер ол шынымен болса, маған жауап берер. Құдай, барсың ба, жоқсың ба білмейм. Егер бар болсаң, маған жауап берші. Өтінем. Себебі, бүгін мен өз өміріме өзім нүкте қоям. Есік ашып кіре беріңіз. Ассалаумағалейкум аға. Саламатсың ба? Менің есімім Мұстафа болады. Тыңдап тұрмын. Сізді бүгінгі Алланың сүйікті пайғамбары Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның туылған күніне орай ұйымдастырылған Мәуліт мереке құрметті қонағы болуға шақырамыз. Алладың елшісі? Әрине. Мұстафа балам, рахмет саған. Мен міндетті түрде барам. Жарайды. Сізді асыға күтеміз, аға. Келіңіз. Алла дейді. Демек маған Алла жауап берді ғой. Мен баруым керек. Мен міндетті түрде барам. Дәл осы сәтте жалғыздықтан әбден жалығып, өз-өзін өлімге қиюға бел буған профессор Теңізбай, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның туылған күніне ұйымдастырылған Мәуліт кешіне қатысып, көңіліндегі мұңы сейіліп, жүрегіндегі үміт оты қайта жанып, дүние есігін жаңа ашқандай күй кешті. Осы сәтте Мұстафаны жолықтырып, қатты қуанды. Аллаға шүкір. Алланы және оның елшісін таныту мақсатында ұйымдастырған осы бір іс-шарамызды аман есен өткізіп, өмірін сөзбен айтып жеткізу, немесе бір ғана кештің құшағына сыйғызу әсте мүмкін емес. Атан түйеге жүк болатындай том-том кітап жазсақ та аздық етеді. Біз жай ғана себепкерміз, ал шынайы иманды беруші Алла Тағала. Дұрыс айтасың. Мұстафа,
Мен осы мәуліт кешін бүкіл өткен түндерім емес, бүкіл өткен күндізгі күндеріме де айырбастамас едім. Мұстафа, мен намазға жығылсам ба деймін. Керемет. Не істейін? Мешітке барайын ба? Әрине, жүріңіз. Мен сізді мешітке апарайын. Иә. Мұнда қарай. Осында ғой. Әрине, жүріңіз. Үлкен рахмет.